Мойынның келесі топографиялық бөлімі ол ортаңғы қабат. Ортаңғы қабат бұлшықеттерін біз тіляс сүйегіне қатысы бойынша тіляс сүйегіне жоғары және төменгі орналасқан деп екі топқа бөлеміз. Біз қазір видеода барлық бұлшықеттердің беку нүктесін айтып алайық. Өйткені ортаңғы топ бұлшықеттердің қызметі бір-біріне ұқсас. Сондықтан, егер біз соңында әрбір бұлшықетті бөлмей қызметін бірге айтатын болсақ, жақсы түсінікті болады. Сонымен тіляс сүйегіне жоғары орналасқан бұлшықеттер қандай бұлшықеттер жатады? Енді бірінші қос қарыншалы бұлшықет. Мускулус дигастрикус. Мускулус дигастрикус жіктеліс бойынша қос қарыншалы бұлшықеттерге жатады. Алдыңғы қарынша вентр антериор, артқы қарынша вентр постериор. Алдыңғы қарынша төменгі жақ сүйекте денесіндегі фосса дигастрикадан басталады. Сөйтеді, ол төмен қарай түседі, сіңірге ұласады. Енді ары қарай тұрды. Артқы қарынша осы сіңірден басталды ма, жоғары қарай көтеріледі, самай сүйектің емізік тәріздесін тілігі. Инцизора мастоидеяға бекиді. Ал сіңір төменге қарай тартылады да, бұл сіңір тіляс сүйегінің денесіне бекіп тұрады. Сонда бұл бұлшықетті сіңірін кесіп жіберсе, ол түзу бұлшықетке айналады. Тартып, тіляс сүйегінің денесіне бекітіп қойған кезде бізге осылай болып көрінеді. Келесі бұлшықет мускулус стилохиоидеус. Біз тілясты бұлшықеті. Бұл самай сүйегіндегі процесс стилохиодеустен басталады. Біз оны сүйекте оқып кеттік. Әрі қарай төменге түскен кезде ол екіге ажырайды. Екіге ажырайды да қос қарыншалы бұлшықеттің артқы қарыншасын екі жақтан қаусырады. Сөйтіп қаусырып келеді де, оның сіңірлері тіляс сүйегінің денесіне және үлкен мүйіздің негізіне бекиді. Көрдіңіз? Келесі бұлшықет, бұл жақ асты бұлшықеті мускулус мелохиодеус. Мынаны алып тастасақ, бізге үлкен болып көрінеді. Бұл мускулус мелохиодеус төменгі жақтың инцизо, то есть линия мелохиодесіне бекиді. Оның талшықтары екі жақтан орталық сызыққа жақындайды да қосылады. Сөйтеді, мынадай тігіс рафайны құрайды. Ал тігістің артында сіңір түзіледі, ол сіңір тартылып келеді, тіляс сүйегінің денесіне бекиді. Сонда ол мускулус мелохиодеус ауыздың түбін құрайды. Немесе сондықтан екінші атауы бар, бұны диафрагма аурис дейді, ауыздың көкреті деп атайды. Осы көкреттің немесе мускулус мелохиодеустың ішінде үстінде тіл орналасқан. Яғни ауыздың түбін құрайды. Келесі, осы бұлшықеттерді алып тастайтын болсақ, бұл жерде көрінбеген тіляс сүйегінің денесінен төменгі жаққа қарай тартылатын жақ тілясты бұлшықеті мускулус гениохиодеус бар. Ол да кішкентай бұлшықет. Келесі, тіляс сүйегінің төмен орналасқан бұлшықеттерге келетін болсақ, ең бірінші медиалды ортасында орналасатын бұл төс тілясты бұлшықеті мускулус стернохиодеус. Стернохиодеус төс сабынан алдыңғы жиегінен басталады. Басталады, жоғары көтеріледі, тіляс сүйегінің денесіне бекиді. Келесі, одан бүйір жағында жататын бұл төс қалқанша бұлшықеті мускулус стernотиреоидеус. Бұл төстің сабының артқы жиегінен басталады. Бірінші қабырғамен буындасатын буыннан басталады, сосын жоғары қарай көтеріледі. Сөйтеді, бұл жерде көмейде кейін оқитын боламыз. Көмей шеміршектердің ішінде қалқанша шеміршегі бар, катилогенез тироида дейміз. Соның қиғаш сызығы бар, линия обликва, соған бекиді. Ал оның жалғасы ретінде келесі бұлшықет мускулус тирохиодеус. Бұл осы линия обликвадан басталып жоғары көтеріледі, тіляс сүйегінің үлкен мүйізіне барып бекиді. Бітті. Келесі бұлшықет жауырын тілясты бұлшықет мускулус омохиодеус. Жіктеліс бойынша тоже екі қарыншалы бұлшықетке жатады. Жоғарғы және төменгі қарыншасы вентр супериор, вентр инфериор. Олардың арасы сіңір арқылы байланысқан. Осы сіңірдің деңгейінде мускулус стерноклейдомастоидеуспен басылып тұрады. Оның жоғарғы қарыншасы тіляс сүйегінің денесінің астына бекиді. Ал артқы қарыншасы жауырын сүйегіне барады да инцизора скапуляға бекиді. Бұл жерде енді ортаңғы топтың қызметіне келейік. Егер бұл топтар бірігіп отырып қызмет атқарады, барлығы бірге қызмет атқарады. Енді егер тыңдай, функтум фиксум кеудеде болатын болса, ортаңғы топ бұлшықеттері, бұл төстің сабы, бірінші қабырға бекіген жер, төс бірінші қабырға буыны жауырын. Бұл уақытта функтум мобиль жақындайды. Бұл уақытта тіляс сүйегі не істейді? Олар төменге қарай тартады. Нәтижесінде тіляс сүйегіне жоғары орналасқан бұлшықеттер қызмет атқарады. Яғни шықшыт буынды жақты қозғайды. Дигастрикустың артқы қаншасы мускулус стелохиодеустер артқа қарай тартады, мыналар алдыға қарай тартады.
Егер функтум фиксум бас сүйегінде болатын болса, ол дигастрикустың, стелохериус, мелохериус, бұлардың бекитін, онда функтум мобил оларға жақындайды. Нәтижесінде тіляс сүйегін олар жоғарғы тартып тұрған жағдайда, тіляс сүйегінен төменгі орналасқан бұлшықеттер жоғары қарай кеудені жоғары көтереді. Нәтижесінде бұл топ бұл жағдайда қосымша тыныс алуға қатысады. Сондықтан біздер бұлшықеттің екі жағдайдағы қызметін айтатын болсақ, біз жақсы түсінетін боламыз. Келесі топ топографиялық орналасу бойынша мойынның ол тереңгі топ бұлшықеттері. Тереңгі топ бұлшықеттері бұларда орналасу бойынша тереңгі топтың өзі медиал топ және латерал топ деп бөлінеді. Латерал топ бөлінеді. Енді медиал топқа келетін болсақ, екі ұзын бұлшықет бар, өте үлкен. Оның бірінші қараймыз. Мойын ұзын бұлшықеті, мускулус лонгус коли. Бұл бекуі бірінші мойын ауыз омыртқадан басталады, мойын омыртқадан басталады. Үшінші, төртінші кеуде омыртқалардың алдыңғы бүйір бетіне жабысып созылып тұрған бұлшықет. Сондықтан осы омыртқаларға бекіп тұрады. Сондықтан бұл бұлшықеттер бір жақты жиырылатын болса, олар омыртқаның өзінің жағына қисайтады. Ал егер екі жақты жиналатын болса, омыртқаны осы бөлікте алдағы қарай иеді. Бітті. Келесі, бастың ұзын бұлшықеті. Міне, мына жақта көрсетілген, мына жақта көрсетілген мускулус лонгус капитс. Мускулус лонгус капитс бастың ұзын бұлшықеті. Неге қараймыз? Бұл парс базиляристен басталады да? Парс базиляристен басталады. Үшпен, мінекей, алтыншы мойын омыртқалардың көлденең өсіндерінің төңбектеріне бекіп тұрады. Сондықтан, бұлар жиырылған кезде осы бөлімде омыртқаны басты алдыға қарай иеді. Бір жақ жиырылса өз жағына, екі жақ жиырылса алдыға қарай иеді. Келесі, бастың медиал топ бұлшықеттеріне жататын бастың тік латералды және медиалды бұлшықеттер. Мускулус ректус капитус медиалис et латералис. Екеуі де атланттың көлденең өсінділерінен басталады. Екеуі де. Бірақ медиалдысы парс базиляристің төменгі бетіне бекиді, латералдысы шүйде сүйегінің масса латералисіне бекиді. Нәтижесінде шүйде атлант буында қозғалыстарын жасайды. Яғни өз жағына қарай қисайтады. Екі жақ жиылса алдыға, өз бір жақ жиылса тек бір жаққа қарай қисайтады. Сондықтан бұларды медиалды топ деп атаймыз. Келесі, бұл бүйір топ. Бүйір топқа жатады үш сатылы бұлшықет. То есть мускулус скаленис anterior, medius posterior. Anterior алдыңғы сатылы бұлшықетке келетін болса, бұл төменгі 3-тен 6-ға дейінгі мойын омыртқалардың көлденең өсімдіктерінің алдыңғы төңбегінен басталады. То есть бастың ұзын бұлшықетіне қарама қарсы. Соның жалғасы сияқты содан басталады. Төмен қарай түседі. Бірінші қабырғаның жоғарғы бетінде біз сүйекті оқып кеттік. Осы бұлшықеттің сәйкес төңбегі бар. Tuberculum musculus scalenus anterior дейді. Осыған бекиді. Келесі, ортаңғы сатылы бұлшықет. Musculus scalenus medius. Musculus scalenus medius жоғарғы алты мойын омыртқаның көлденең өсінділерінің алдыңғы төңбектерінен басталады. Мынаның сәл астында жатыр. Төмен қарай түседі де, бірінші қабырғаның алдыңғы сатылы бұлшықеттің артына. Яғни осы жаңа айтқан төңбектің ортасында бұған артериясы өтетін жүлге болады, сол жүлгенің артына бекиді. Тоже бірінші қабырға бекиді. Келесі артқы сатылы бұлшықет, мінекей артқы сатылы бұлшықет. Бұл 5-6 мойын омыртқалардың көлденең өсінділерінің артқы төңбектерінен басталады. Төмен қарай тартылады, ол бірінші қабырғаға бекімейді. Екінші қабырғаның сыртқы бетіне бекиді. Егер сатылы бұлшықеттер қандай қызмет атқарады? Егер функтум фиксум қабырғаларда болса, функтум мобиль функтум фиксумға тартылады. Нәтижесінде осы бөлімде мойын омыртқаларын өз жағына қарай қисайтады. Ал егер екі жақ жиырылатын болса, мойын омыртқалары тік ұстап тұрады. Имейді. Егер функтум фиксум мойын омыртқаларының көлденең өсінділерінде болса, онда не болады? Қабырғаны жоғары қарай тартады. Яғни қосымша тыныс алуға қатысады. Құрметті студенттер, бұл видео сабақ мойын бұлшықеттеріне арналады. Мойын бұлшықеттері мойын аймағының бұлшықеттеріне арналады. Мойын бұлшықеттері орналасуы бойынша топографиялық 3 бөлімге бөлінеді. Беткі қабат, ортаңғы қабат және тереңгі қабат.
Беткі қабаттың бұлшықеттеріне келетін болсақ, ең бірінші терінің астында көретін ол тері асты бұлшықеті, мускус платизма. Бұл бұлшықет кеуде аймағынан басталады. Кеуде аймағында екінші қабырға деңгейінде басталады. Сосын жоғары қарай көтеріледі. Жоғарыға көтеріп, желпуіштарды бәрін жабады. Сөйтеді, оның медиал жартысы төменгі жақтың төменгі жиегіне бекейді, латералды жартысы бет аймағына ауысып кетеді. Оның бір бөлігі езуге қарай тартылады. Оның бір бөлігі мына жердегі шайнау бұлшықеті бар. Біз бет бұлшықеттеріне, бас бұлшықеттерінде айтып кеткен шайнау бұлшықеті мен шықшыт безінің шандыры, фасция, осылар бұлшықеттердің шандырына ұласып кетеді. Сондықтан біз дәрісте айтып өткендей бұлшықеттердің қызметі бұл екі жағдайда қызмет атқарады. Егер мускус платизмада функтум фиксум кеуде аймағында болатын болса, онда функтум мобил бұл нүктеге тартады. Бұл жағдайда бұл төменгі жақты төмен тартады және езуді төмен қарай тартады. Ал егер функтум фиксум бұл бас аймағында болатын болса, онда бұл мускул платизма жоғарғы қарай керіледі. Бұның нәтижесінде бұл платизма жоғары қарай керілген кезде бұл тер асты веналардың қабырғаларына дәнекертін беретіндіктен веналарды қабыр қуысын кеңіту арқылы бұл веналардан қанның жүруіне жағдай жасайды. Келесі бұның астында орналасатын мускул стерноклейдомастоидея, төс бұғана емізік тәрізді бұлшықет. Өте ірі, бұл терінің бетінде оның рельефі дейміз, бедері көрініп тұрады. Бұл бұлшықет бастауы екі аяқша түрінде басталады. Латералды және медиалды. Латералды аяқшасы бұғананың төстік шетінен экстремитас стерналистен басталады, ал медиалды аяқшасы төстің сабы манубрум стерниден басталады. Әрі қарай екі аяқша бірігеді. Екі аяқшаның біріккен жерінде мынадай кішкентай кеңістікті көре аламыз. Бұл шұңқыр фосса supraklavicularис minor, то есть бұғана үстілік кіші шұңқыр дейді. Өйткені латералды аяқшаның бүйір жағында фосса supraklavicularис major, үлкен бұғана үстілік шұңқыр түзіледі. Әрі қарай бұл екі аяқша бір қарыншаға бірігеді де жоғары көтеріледі. Нәтижесінде самай сүйектің емізік тәрізді өсіндісі процессус мастоидеус және оның артқы талшықтары шүйдедегі жоғарғы желке сызығы линия нухе супериорға бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі, егер функтум фиксум кеудеде болатын болса, яғни бұғана мен төстік шеті мен төстің сабында болатын болса, егер бір жақты жиырылған кезде басты өзінің жағына тартады, нәтижесінде қарама-қарсы жаққа қисаяды. Егер екі жақты жиырылатын болса, функтум фиксум кеудеде алдыңғы талшықтар жиырылғанда басты тік ұстайды және артқа қарай шалқайталады. Егер бұл бұлшықет функтум фиксум бас сүйегінде болатын болса, яғни емізік тәрізді өсінде мен линия нухе супериорда болатын болса, онда кеуделік бөлік осы нүктеге қарай жақындайды, функтум мобил рөлін атқарады. Бұл жағдайда не істейді? Кеудені жоғары көтеру арқылы қосымша тыныс алуға қатысады. Сондықтан әр бұлшықеттің екі жағдайда қызметін атқарады. Мана мойын бұлшықеттерін уже толық муляждан түсіндірдік қой, планшеттен түсіндірдік. Енді біз мәйттен қандай бұлшықеттер көрініп тұр, соны қараймыз, өте ұқсас. Біз беткі топ бұлшықеттерге мускул платизманы алдық, бірақ бұл мәйтте препараттау кезінде мускул платизма алып тасталған. Сондықтан бұл жерден көре алмаймыз. Біз оның астында жатқан төс бұғана емізік тәрізді бұлшықетті көре аламыз. Екі жақта тұр, не медиалды аяқшасы, не латералды аяқшасы. Мына жерде кесілген, бүйтіп алсақ, бұның беку нүктелері туралы айтпаймыз, біз бағанағы видеода, уже алдыңғы видеода айтып кеттік. Енді оның астына ашсақ, ортаңғы топ бұлшықеттерін көре аламыз. Не кляс сүйегі тұр? Кляс сүйегінен жоғары және төмен орналасқан бұлшықеттер. Жоғары орналасқан бұлшықеттердің ішінде мінекей мускус дигастрикусты көре аламыз. Көрдіңіз бе? Қос қарыншалы бұлшықет. Алдыңғы міне арт қарыншасы сіңірі арқылы кляс сүйегіне бекіп тұрады, айттық. Оның екі жағын қаусыратын мускул стилохоидеустың біз клясты бұлшықеттің міне көріп тұрмыз. Көрдіңіз бе? Міне. Сосын және оның астынан қарасақ, ортасында тігісі бар, мускулс мелохоидеус. Тоже көрінеді. Оны ашсақ, оның астында генохоидеус бар. Мына жерде ашылмаған. Бізде бұл жерде мойынның ортаңғы қабатының кляс сүйегіне төмен орналасқан бұлшықеттері жақсы көрінген. Сондықтан біз беку нүктелері қызметі туралы айтпаймыз, оны біз алдыңғы видеода айтып кеттік, содан қарап аласыздар. Бұл жерде біз көре аламыз, төстен кляс сүйегіне дейін тартылған ең медиалды орналасады ортасында. Бұл стернохоидеус.
осыдан латералдыға қарай жүре береміз. Латералдыға қарай жүре беретін болсақ, оның екі жағында орналасқан мінекей қалқанша шеміршегіне дейін тартылатын бұл стернотироидеус, міне көріп тұрсыз ба, өте жалпы. Және жоғары қарай қалқанша шеміршегінен кіләш сүйегіне тартылатын тирохиоидеус, міне тұр жалғасы. Как будто сол бұлшықеттің жалғасы сияқты ол. Түсіндіңіз ба? Жақсы. Және жаңағы алдыңғы видеода тоже айттық, омохиоидеус, жауырын кіләсті бұлшықет дедік. Жоғары қарыншасы бар, төменгі қарыншасы бар. Міне орталық сіңір деңгейінде мускул стернохиоидеус жауып тұрады. Стерноклейдомастоидеус жауып тұрады дедік. Сондықтан бұл біздегі мінекей осы айтып өткен мускул омохиоидеус. Егер осылардың арасын ашатын болсақ, біз тереңгі қабатқа түсеміз. Бұл мәйтте біздер тереңгі қабаттың бүйір тобын жақсы көре аламыз. Міне если қарайтын болсақ, міне 3 сатылы бұлшықетті көріп тұрсыз, міне. Мынау сатылы бұлшықеттер. Енді жеке-жеке ашылмаған деген міне алдыңғы, ортаңғы, міне артқы 3 сатылы бұлшықет. Егер бұнан ашатын болсақ, бізге тек тереңгі қабатта медиал тобына жататын ұзын мойын бұлшықеті ғана көрініп тұр, міне. Енді қалған бұлшықеттер бұл мәйтте көрінбейді. Мана біз оны басқа видеода түсіндіріп айтып өттік.